Келесі сөз кезегі Бөлтір Гатханова атындағы нөмір 36 гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Төлекова Гүлнар Сансыбаеваға береміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, сіздерменен кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Бүгінгі осы конференцияда мен сіздерменен осы күннің өзекті мәселелерінің бірі оқушыларды шығармашылыққа баулу деп отырмыз. Сонымен бірге қазіргі қоғамдағы мектептегі ең өзекті біздің көтеріп отырған мәселе PISA тапсырмалары мен оқушылардың шығармашылық, функционалдық оқу сауаттылығын арттыру. 10 сыныптарға арналған бағдарламамда сіздермен осыны талқылағым келіп отыр. Яғни PISA тапсырмалары арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру мәселесі бұл қазіргі білім беру жүйесіндегі ең өзекті мәселе деп айтып отырмыз ғой. Соның осы PISA тапсырмалары ең маңызды аспектісі болып табылады. Оқу сауаттылығы оқушының білім алу процесінде тек қана білімді меңгеру емес, оны өмірде тиімді қолдану, ақпаратты түсініп, мәтінді талдай алу қабілетімен байланысты. Сондықтан оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру, білім беру сапасын жақсартудың маңызды бағыты болып саналады. Енді PISA-ны бәріміз енді мектепте жұмыс жасап жатқаннан кейін күнде талдап жатырмыз, оқушыларды дайындап жатырмыз. Осы бағдарлама менің 10 сыныптарға арналған. PISA-ны білесіздер, бұл халықаралық студенттерді бағалау бағдарламасы 15 жасар оқушылардың оқу сауаттылығы мен математикалық, ғылыми сауаттылығы деңгейін бағалау мақсатында жүргізілетін зерттеу жұмысы. Қазір енді өзекті мәселе деп тағы айтып кетіп жатырмыз ғой, мектептегі ең оқушыларды біз осы PISA тапсырмалары арқылы дайындау, сондықтан да осы бағдарлама менің 10 сыныптарға арналып жасалып отыр. Бағдарламаның мақсаты PISA тапсырмалар негізінде білім алушылардың оқу сауаттылығын арттыру, мәтіндерді түсіну, талдау және сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамыту, жазбаша мәтіндерді ұғына оқу қабілеттілігін және оларға рефлексия жасай білу, олардың мазмұнын өз мақсаттарына қол жеткізу үшін қолдану, сонымен қатар теориялық білімдерін әлеуметтік, практикалық қолдану тұрғысынан да өз ойын дәлелдеп шығуға дағдыландырады. Бұл бағдарламаның өзектілігі білім алушылардың оқу сауаттылығы мен сыни ойлау дағдыларын жетілдіруге, Қазақстанның білім саласындағы халықаралық деңгейдегі орнын арттыруға мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес білім алушылардың жан-жақты дамуы мен еліміздің білім сапасын жақсартуға негіз болып табылады. Және оның бағыттылығы PISA тапсырмалары арқылы оқу сауаттылығын арттыру, мәтінді тиімді түсіну, талдау және сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамыту және тек оқу сауаттылығына емес, тағы да жалпы білім алу қабілеттерін арттырады екен. Енді бұл PISA тапсырмалары арқылы балаларға осы білім беруде бірнеше аспектілерді негізге алып отырмын. Ол ақпаратты табу, яғни мәтіндерден қажетті ақпараттарды табу және оны қолдану, ақпаратты өңдеу және бағалау, яғни мәтіндер мен мәліметтерді өңдеп, өз шешімдерін негіздеу, мәтіндер мен контексттер түсіну, яғни әртүрлі мәтін түрлері мен контексттерде ақпараттарды тиімді пайдалану болып отыр. Осы бағдарламаны оқыту кезінде оқушыларға бірнеше стратегияларды оқытуда қолдануға болады. Ол тапсырмалар түрлерін өзгерту, яғни әртүрлі мәтіндер арқылы, соның ішінде аралас мәтін, тұтас мәтін, тұтас емес мәтін, құрамдас мәтін, дискретті мәтін, жағдаят мәтін және тапсырмаларды қолдану арқылы оқушыларды қызығушылығын арттыру, әртүрлі мәтіндер талдай отырып. Тапсырмаларды деңгейге сай бөлу. Ол әр оқушының деңгейіне сәйкес тапсырмаларды беру арқылы білімнің тереңдігін қамтамасыз ету, жеке және топтық жұмыс жасау. Оқушыларға тапсырмалар жеке орындаумен қатар топтық жұмыс жасауды ұсыну арқылы олардың пікір алмасу, талдау және шешім қабылдау дағдыларын қамтимыз.
сыни ойлау дағдыларын дамыту, оқушылар тапсырмаларды шешу барысында өз пікірлерін білдіруге, дәлелдерді келтіруге және түрлі көзқарастарды салыстыруға үйретеміз. Оқу сауаттылығын арттыруда PISA тапсырмаларының тиімділігі мынадай екен. Енді бұл жерде балалардың жаңағы осы бағдарламаны оқи отырып өздеріне нені алады, нені біледі, нені түсінеді дейміз. Яғни олар шынайы өмірменен байланысты болады. Тапсырмалар оқушылардың алған білімдерін шынайы өмірмен өмір жағдайларында қолдану қабілеттерін бағалайды. Оқушылар сыни ойлауға жетелейді. Және күтілетін нәтиже бұл жерде білім алушылар мазмұнда айқындап ажырата алады, топпен жұмыс істеу қабілеті артады, көшбасшылық қасиет айқындалады, білім білік дағды деңгейі көтеріледі, өз ойын еркін айтуға дағдыланады, функционалдық сауаттылықтары артады. Енді сөзімді қорытындылай кететін болсам, осы бағдарлама арқылы бұл енді әлемде үздіксіз өзгерістер мен жаңалықтар орын алып жатқан уақытта білім алушылардың білім деңгейін арттыру, PISA тапсырмалары арқылы оқу сауаттылығын арттыру, білім алушыларды инновациялық ойлау мен тұрақты дамуға бейімдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар дағдыларды дамытуды және шығармашылық ойлауды ынталандырады және оқу ортасында сенімді қарым-қатынас қалыптастыруға көмектеседі. Назарларыңызға рахмет.